Ал бұл болса менің адаматтар келген жігіттердің тізімдері. Егер сіздер де өз аттарыңыздың видеоның басында көрінгеніңізді қаласаңыздар, тек қана арнаға жазылып міндетті түрде өздеріңіздің кереметтей жүрек жарды комментарийлеріңізді жазып күшті лүпілдеріңізді лүпілдетіп жіберіңіздер. Маған сол кезде өте приятно болады. Келесі видеоның басында мен сіздердің аттарымды міндетті түрде көрсететін боламын. Сондықтан да видеоның соңына дейін қара. Давайте кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сен бірге мен Але. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің жаңадан тапқан, негізінде мынаны көп ешкім біле бермейді. Ранктағы банды қалай тез жояды. Енді ранкты где-то шілденің бас жағында немесе осы жаздың бас жағында осы ранкта АФК болып қалғандарға бан беретінді шығарды. Біріншісінде предупреждение береді, оны да маған берді. Ал екіншісінде кәдімгі реально бан беріп тастайды. Ал егер де кәдімгідей үйтіп көп істей берсе, навсегда сол ранктың соңғы сезоны біткенше бан беріп тастайды. Оны енді барлығыңыз емес, кейбіреулеріңіз білетін боларсыздар. Енді қатты задроттар білетін болар оларды. Сол заттардан қалай құтылатын жайды өте сирек адам біледі. Негізінде көп ешкім біле бермейді. Где-то бір Free Fire ойнайтындардың 50% біліп, 50% білмейтін бар, өйстіп айтайын. Сонымен мен сіздермен бөліскім келіп отыр. Өте қызық деп өте күшті болады деп ойдамын, пайдалы болады деген ойдамын. Ол енді вообще андай қиын анау бүйтіп бір сайтқа кіріп ондай емес, өзінің разработчигіне жазып банды алып тасташы деген сияқты емес. Ал просто так Free Fire'ға кіреміз, содан кейін битваға қоямыз, 2 битва толықтай матч өткіземіз. Болды, без проблем. 2 битва толықтай матч өткіземіз. Сразу сіздерді ранктағы бан кетіп қалады. Негізінде мен тексеріп қарадым, осы видеоны түсірмес бұрын 3 рейтинг өткіздім, 3 классикада өткіздім, бірақ та кетпеді. Енді қанша 3 рет рейтинг немесе классика ойнасанда бұл кетпейтін нәрсе екен. Ал 2 рет битва отряд ойнап тастасаң, смело кетіп қалады. Сол кезде негізінде бұл өте керемет пайдалы болды деген ойдамын. Бізде осындай қысқаша видео шықты. Және де достар, тағы да айта кететін жайт, мен адамда 200 подписчик болғанда мен өзімнің подписчиктермен күшті бір кереметтей видео түсіретін боламын. Сондықтан да мені 200 подписчикке дейін тез жеткізсек, 200 подписчикке где-то точно білмейтінім 13 немесе 14, даже 12-де болуы мүмкін. Сондай азғантай подписчик қалды. Және де алдыңғы видеода мен Винчестер түсіріп алған видеомды сіздер просто бомбически активность көрсетіп тастадыңыздар. Сіздерге өте рахмет. Каждый сондай видеоны мен енді вебкаммен түсіретін боламын. Егер де мүмкіндік болса, мен дейтін реально вебкаммен түсіргім келеді. Түрімді көрсетуден өйтіп ұялмаймын. Мен кейбір Free Fire іштерге ұқсап, бірақ та мен смело түсіргім келеді. Просто үйде ыңғайсыз жағдай туындайды. Мен түнде түсіруге возможность қатты болмайды. Ал әбетте үйде адам көп болады. В общем, вебкаммен қалай возможность кетіп, мен солай түсіретін боламын. Сондықтан да вебкаммен видеоларды күтіңіздер. Сондай бір нәрсе шықса, мен сразу ашатын боламын. Видео сіздерге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер, немесе достарыңызға былай өздеріңіз айта салыңыздар, бөлісуге ерініп жатсаңыздар. Давайте сіздермен бірге мен Але.